Пайғамбарыбыз Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламды түш көрген Абдуллах бинни Мубарактың оқиясы. Абдулла бинни Мубарак айтады: Мен бір жылы ажыға бардым. Исмаил алейхиссаламдың мүрзесіне зияратқа барып, зиярат қылып ошол жерде уктадым. Түшімде пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам маға айтты: Сен ажыңды бүткөндөн соң Бағдат шаарына барып, Бахрам аль-Маджусини таап, аға менден салам айт деді. Жана айтқан: Аллах Таала да сенден разы деп. Мен ойғонып, көрген түшімден таң қалып, бұл түш Аллахтан болды бу, же шайтандан болды деп, тұрып дарат алып, Кабаны таваф қылып, қайра жатып, жана ошол түшті көрдім. Бұл түш 3 жолы қайталанғандан соң, айтор, бұл түш Аллахтан екен деп, хаждың амалдарын өтіп бүткөндөн кейін, Бағдат шаарына келіп, суроолуп, Бахрам аль-Маджусини таап, үйүнө келдим. Ал картайып калган киши экен. Салам берип, сен Бахромсуңбу десем, оба деди. Сен өмүрүңдө кандай жакшы иштерди жасадың деп сурасам, мен көп адамдарга процентке акча берип, ажеттерим аштым деди. Бұл іштерің Мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламдың шариатында арам, башқа жақшылықтарың бар бі десем, оба деді. Менде 4 ұл, 4 қызым бар еле. 4 қызымды 4 ұлыма некелеп, аябай чоң той бердім деделе. Бұл ішіңді арам, башқа жақшылығың бар бі дедім. Ойланып тұрып айтты: Bir түн төшекте жатсам, бирөө келіп чырақты жақты. Ким екен деп тұрсам, қайра чырақты өчіріп чығып кетті. Қайра келіп жатсам, жана чырақ жағылып, жарып қалды. Тұрып ешікке шықсам, қайра чырақ өчіп чығып кетті. Бұл иш 3 жолы қайталанды. 3-ші жолы ешікке шығып, артынан ерчіп бара бердім. Анан білсем, силердин диниңерден бір мұсылман аял екен. Ал аял үйіне кіргенделе 4 баласы бар екен. Чурқап келіп: О апаке, еш нерсе алып келбедіңіз бе? Біз ачқа өлөбүз, башқа чыдамыбыз қалбай қалды дешти. Ал аял балдарына айтты: Мен жаратуучу Аллахымдан уялдым. Мен ажетимди Аллахтан сурабай, Аллахтын душманы отко сыйынган адамдан сурайт билем деп, эчтеке сурай албай кайтып келдим деди. Бахрам айтат: Ал аялдын бул начар абалын көрүп, боорум ачып, райымым келіп, үйге қайтып келіп, бір табаққа ар түрді мөмө жеміштен, тамақ аштан толтырып алып, алпарып бердім еле. Алар абдан қуанышты. Алардың қуанышын көріп, мен алардан да қатты қубандым. Абдуллах бинни Мубарак айтты: Мына бұл ишиң ислам дининдеги ең жақшы иш деп, түшүндөгү пайгамбарыбыздын айтқан саламын айтып сүйүнчүлөдү. Бахром бұл сөзді уғып айтты: Айтор, менің бардық іштерімден силердің құдайыңар қавардар екен. Мен да силердің құдайыңарға қайттым деп, калима келтіріп мұсылман болды. Абдуллах бинни Мубарак айтты: О момун мұсылмандар, Аллахтың мұқтаж пенделеріне дайыма қайыр қылып, жардам беріп жүргілі. Қайрымдуулук ушундай дин душмандарын да достук даражасына жеткерип коет. Бұл баян шариат жана тарикаттан терилген берметтер китебинен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихромедиа каналыбызга катталыңыздар.